Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен зады бүгін тауық пен шпинат қосылған киш дайындаймыз. Киш пирогтың бір түрі, бірақ бұның қамыры үгілмелі болады, немесе песочное тесто деп аталады, және беті ашық болады. Ең алдымен қамыр дайындап аламыз. Ол үшін алдын ала еленген ұнға разрыхлитель салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сары май саламыз. Мендегі май үй температурасындағы май, бірақ сіздер холодильниктен алып салсаңыз да болады. Мінекей енді майды ұнға араластырып еземіз, жақсылап. Мені езіп, араластырып, алақанымыздың ортасына салып, екі алақанның ортасына салып, бұлай үгілмелі крошка дайындаймыз. Мінекей дайындап болғаннан кейін ортасына ашып, жұмыртқаға тұз, кішкене су құйып, крошканың үстіне құйып, қамырды жинауға кірісеміз. Қамырды жинаймыз, илемейміз. Мінекей видеодағыдай араластырып, шар тәрізді етіп жинап, міне қамырды осылай дайындап аламыз. Маған 2 ас қасық су аз болды да, мен толар-толмас тағы 1 ас қасық су құйып, қамырымды осылай жинап алдым. Міне қамыр дайын болғаннан кейін целлофан мешокқа салып, бір 20-30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Енді начинка дайындауға кірісеміз. Ол үшін тауықтың филесін көлемін 2-1 сантиметрдей етіп кесіп, үстіне дәмдеуіштерді салып, 1 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық, толмас 1 ас қасық соевый соус құйып, жақсылап араластырып, шетке қоямыз. Енді заправка дайындауға кірісеміз. Ол үшін жұмыртқаға 1/2 шай қасық тұз салып, араластырып аламыз. Одан кейін сметана. Сметананың кез келген проценті жарай береді. Міне одан кейін сливки құямыз. Сливки де менде 10%-тік сливки. Сіздер үйде қандай сливки бар, соны саласыздар. 20% болсын. Қандай бар, соны саласыздар. Одан кейін кішкене сыр. Сырды мен 30 грамдай алдым. Сіздер 100 грамдай, 150 грамдай алсаңыз да болады. Одан кейін 1 шымшым қара бұрыш. Дәмін көресіздер тұзын. Тұзы жеткіліксіз болса, тағы да 1 шымшым мен тұз салып жібердім. Мінекей заправкасын дайындап алдық. Енді холодильниктегі қамырды алып кішкене жайып аламыз. Одан кейін табаның бетіне май жағып, кішкене ұн салып, 1 келкі етіп, себелеп шығамыз. Енді қамырды табаға салып, 1 келкі етіп, тегістеп шығамыз. Мінекей қолмен бір жерінде артық болса, қолмен үзіп алып, жетпей жатқан жеріне жалғастырасыз қамырды. Міне оқтаумен шетін кесіп, қамырдың кішкене жетпей қалған жеріне жалғастырасыз. Енді шанышқымен осылай тесіп шығамыз. Одан кейін еттің жартысын 1 келкі етіп саламыз. Еттің бетіне алдын ала жуып кептірілген шпинатты қолмен үзіп саламыз. Шпинаттың да жартысын саламыз.
Міне одан кейін еттің қалғанын, одан кейін шпинатты салып, бетіне заливканы құямыз. Заливканы тегістеп, ет пен шпинатты батырып, 180 градуста қызып тұрған духовкаға 45 минутке салып пісіріп аламыз. Ал сіздер өздеріңіздің духовкаңызға қараңыздар. Мүмкін сізге 35 минут жетеді, мүмкін 1 сағаттай пісу қажет болады. Оны өздеріңіз қадағалайсыздар. Енді пирог піскеннен кейін айта кететін ескерту: пирогты осы формасында 1 сағаттай суытып қоясыздар. Өйткені пирогтың қамыры үгілмелі болғандықтан сынып немесе үгіліп қалуы мүмкін. Сондықтан да осы формада суытасыздар. Суығаннан кейін формамен қамырдың ортасынан пышақты жүргізіп, ақырын ыдысқа салып аласыздар. Мінекей пирогымыз дайын. Мен отбасыма осылай дайындаймын. Мерекелік дастарханға да өте дәмді, әрі әдемі болады, әрі тойымды. Дайындап көріңіздер. Ас болсын.